Алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бөлісетін тақырыбым жүктілікті жоспарлаңыз деп аталады. Яғни сәбидің өмірге келуі ол ата-ана үшін үлкен жауапкершілік болып табылады. Сондықтан да дені сау ұрпақты өмірге алып келгіңіз келсе, онда өзіңіздің деніңіз сау болуы керек. Яғни бұл жерде тек қана әйел адамдар ғана емес, ер адамдар да дайын болып денсаулығына қарау керек. Біріншіден, отбасы мүшелері психологиялық тұрғыда дайын болуы керек. Анасы болсын, әкесі болсын, бауырларына айту керек. Бүкіл отбасы мүшелері дайын болуы керек. Одан кейін міндетті түрде емханаға барып, жүктілікті жоспарламас бұрын 3-4 ай бұрын емханаға барып, жалпы қан анализі, зәр анализі, биохимиялық анализдерді тапсырып көру керек. Әсіресе қазір әйел адамдарда анемия өте көп кездеседі. Сондықтан да соны тексертуіміз керек. Және қандай да бір созылмалы аурулар болатын болса, соларды емдеуіміз керек. Өйткені білесіздер, жүктілік кезіндегі барлық аурулар өршіп кетеді. Сондықтан да соның бәрін алдын ала тексертіп, емдетіп барып көтеруіміз керек. Сосын міндетті түрде фолий қышқылын ішуіміз керек. Оны көтере салысымен емес, жүктілікті жоспарлағанда 3-4 ай бұрын ішуіміз, қабылдауымыз керек. Яғни оның баланың организмі үшін өте маңызы зор. Өйткені ол балада дамитын, нерв жүйесіндегі дамитын ақаулардың алдын алады. Сондықтан да өте маңызды витамин болып табылады. Егер де сіз эндемиялық аймақта, яғни йод жетіспейтін аймақта тұратын болсаңыз, таулы аймақтарда, онда міндетті түрде йодты ішуіңіз керек. Яғни аптекалық түр иодомарин деп аталады. Соны ішуіңіз керек. Және міндетті түрде витаминді тұруды ішу тоқтатпаңыз. Дозасы 2000 единицаны құрайды. Және емханаға барып, жыныстық жолдар арқылы берілетін инфекцияларға анализ тапсырыңыз. Жүктілікті жоспарламас бұрын, 3-4 ай бұрын моншаға баруға болмайды. Өйткені ыстықтық ер адамның болсын, әйел адамның болсын, жыныс жұмыртқаларына кері әсерін тигізеді. Сондықтан да 2 ай бұрын бармаған дұрыс. Әйел адам міндетті түрде стоматологқа барып, бір тексерістен өту керек. Егер де қандай бір кариес, пульпит болатын болса, алдын ала емдеп алу қажет.